5 сүре білдім деп намаз өмір бойы оқып жүр, дұрыс емес. Нағып біреуді шұқығанға мәзсіңдер. Айналайын, ол 5 сүре біліп оқып жатыр ғой. Неге сендер соны дұрыс емес қой. Не өзің не қарайсың ба не соншама? Оқып жатыр ғой ол 5 сүре. Ол күнде 5 рет арақ ішіп жатқан жоқ. Ол күнірет неге сондайға шұқығанға мәзбіз? Біз қашан ел боламыз? Ол 5 сүре біліп, 5 сүре. Бұл дұрыс емес қой. Не, басқа жағын күшті ме не соншама? Неге арақ ішкендермен айналыспайсың сен? Күнде 5 рет арақ ішіп жатқандар бар. Күнде 5 баласын сабап, ата-анасын сабап, әйелін ұрып жатқандар. Неге айтпайсың сен? Неге айтпайсың? Неге соларды түзетпейміз біз? Өз-өзін сатып жүргендер бар. Күнде 5 еркек тапсырып жүр. Неге соны айтпайсың? Рахмет айт осы оқып жатқанына. Ол сол оқып, сол 5 сүресімен иншалла жәннетке келеді. Уайымдамай-ақ қой, Алланың рахымына. Ол шын ниетімен оқып жатыр сол 5 сүресін. Оның тілінің келгені сол. Бәрі ақыл айтып, шұқығанға мәзсіз.